Мақсат не тафвиздан? Тапсырудан қандай мақсат бар? Хақиқатул нусус, тафвиздың, тафвиз онда тапсыру деген мағына болды, дұрыс па? Аятты мысалы Ар-Рахман алал арши става. Алла Субхану ва Тағала арштың үстіне истива қылды деген аят. Немесе Инналлаху янзилу иля самаи дуния. Алла Субхану ва Тағала дүние аспаннан нузул қылады деген хадисті соған көзқарасы ахли сунна вал жамаат тафвиз. Тафвиз дегеннің үш мақсат бар тафвиздан, тапсырудан. Исбату ма варада бихи шаръ. Алла Субхану ва Тағаланың бірінші сипатын бекітеміз. Исбат ма варада бихи шаръ. Алланың истива деген сипат бар ма? Бекітеміз. Нузул деген сипат бар ма? Бекітеміз. Яд деген сипат бар ма? Бекітеміз. Дұрыс па? Екінші не істейміз? Раддул илм би маани сифатил мухаммату ли ташбих Аллахи Таала. Мағынасын ондай ташбихге жақын хадистер, аяттар болатын болса, мағынасын Аллаға тапсырамыз. Қараңыз, мағынасының өзін Аллаға тапсырамыз. Мағынасын Аллаға тапсырамыз. Үшінші, нафию захир мухаммату ли ташбих. Оның захирын, сыртқы көз, мысалы нузул деген сыртқы көзбен түсу деген мағына, дұрыс па? Ол Аллаға келіспейтін болғасын, ол пенденің сипаттарына болғасын, оны біз жоққа шығарамыз. Алла түсуден пәк, Алла бір мекенден бір мекенге көшуден пәк. Жаңа Ибрахим алейхиссалату вассаламның аятын айттық. Инни ла ухиббул афилин дейді. Ибрахим айтады, мен бір мекенден бір мекенге көшетінді Құдай қылмаймын дейді. Инни ла ухиббул афилин. Ол Құдайға келіспейді дейді. Имам Ахмад рахимулладан да осы Алланың түсу жайынан сұрайды. Имам Ахмад айтады, янзилу амриллах дейді. Алланың бұйрығы түседі дейді. Күллі сахарин дейді. Әрбір таңда Алланың бұйрығы түседі дейді. Себебі инналлаха даимун ва ла язул дейді. Алла даим дейді. Алла қозғалмайды дейді. Алла сукунда сипат жоқ Аллада. Даим ва ла язул. Алла түсіп мінбейді дейді Алла дейді. Ол пенденің сипаттары дейді. Бұны имам Ахмад рахимулла, имам Захаби Сайяру И'лам Нубала деген кітабында келтіреді. Бұл имам Малик рахимулланың риwayатын. Онда біз ақидамыз не болды? Қараңыз, өз ақидамызды біз қашанда, қараңыз ағайындар, біз Алла Субхану ва Тағаланың сипаттарын түсінбейтін болсақ, ешқашан тәнзих ақидаға кіре алмаймыз. Ахли сунна вал жамааттың ақидасына кіре алмаймыз. Әрқашанда тәшбих ақидада, тәжсим, Аллаға дене беріп жүреміз, Алланы пендеге ұқсаттырып жүреміз.